Достар, ұйқыдан оянып Алматы арнасын қосқан барша көрерменге қайырлы таң! Қайырлы таң, достар. Арайлап атқан таң жақсылық пен шаттыққа толы болсын. Алдағы бір сағатта таңғы студияда қызық әрі пайдалы ақпарат көп болады. Сонымен қатар қонақтармен тілдесеміз, ән тыңдаймыз және де би билейміз. Сенің ғажаптың Алматы арнасында ендеше біз бастаймыз! Достар, күнтізбеде 27 қараша, бүгін сәтті күн, сәрсенбі. Биыл сатира саңлағы ақын Алматы қаласында 25-ші қазақ мектебінің ашылуына септігін тигізген қайраткер Шонас Маханұлының туғанына 100 жыл толып отыр. Достар, осы орайда Шонас Маханұлы атындағы номер 62 гимназияның директоры Мейрамгүл Набидуллаеваны шақырдық, достар. Қарсы алайық. Ұстазым деп. Қош көрдім. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Ұстаздар келсе, кәдімгідей өзіңіздің ұстаздарыңызды еске алып. Біз енді дәл ортасына отырсыңыз, күшті болады. Мектеп бітіргеніңізге қанша жыл болды негізі? Қанша жыл болды? Маған жалпы 12 жыл болды. Сәл одан көп болды деп. Барын айтпай ақ қойын. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, тамаша. Жақсыма барлығы. Енді құтты болсын. Жалпы мектептеріңіздің аты Шонас Маханұлының 100 жылдығы болайын деп жатыр. Жалпы қай уақытта мектеп? 100 жылдығы болып өтті. Қай уақытта берді мектепке атын? Шонас Маханұлының аты жалпы 80-ші жылдары осы Алматы қаласында номер 12-ші және 86-ші қазақ мектебінен кейін 62-ші қазақ орта мектебі 3-ші мектеп болып дүниеге келді. Осы мектептің ашылуына мұрындық болған және еңбегін сіңірген бұл сатира сардары Шонас Маханұлының еңбегі ұшан теңіз. Осы кісі жалпы қазақ тілінің, қазақ мектептерінің жанашыры. Яғни осы 62-ші гимназия орта мектебі бір алғаш ашылғанда осы мектептің ашылуына мұрындық бол өзі еңбек сіңірген. Сол кісінің осындай ұшан теңіз еңбегіне сіңірген еңбегінің құрметіне деп ойлаймын, Шонас Маханұлы аты берілді гимназияға. 1991 жылы қыркүйек айында Қазақ КСР үкіметі қаулысы бойынша Шонас Маханұлы берілді. 91 жылдан бері. Бәрекелді екен. Енді оқушыларыңыз Шонас Маханұлының шығармаларын қызығушылықпен оқиды ма? Әрине. Гимназиямыз осы кісінің атында болғандықтан біздің гимназияның оқушылары Шона атамыздың шығармашылықтарын, туындыларын қызығушылықпен оқиды. Әсіресе мынау әзіл, ысқақ өлеңдерін жатқа оқып, қазіргі таңда гимназиямыздың символына, мынау гимніне айналған анамның тілі әнін барлық оқушыларымыз, барлық ұстаздарымыз жатқа біледі. Бәрекелді. Инстаграм желілеріңізді бақылап отырмыз. Біз таңғы студияға келген қонақтарымыздың барлық инстаграм желілерін бақылаймыз. Керемет, қарап отырық оқушыларыңыз. Қандай жетістіктер бар оқушылар арасында? Жалпы 1983-84 оқу жылдарынан бастап, міне биыл гимназиямызға 40 жыл толып отыр. Осы 40 жыл ішінде қазіргі заман талабына бейімделген гимназиямыз осы 40 жылда қаншама мыңдаған түлектеріміз осы гимназиядан түлеп ұшып шығып, қазір отанымыздың барлық түкпір-түкпірлерінде еңбек етуде. Мынау алтын белгі иегерлері, алтын белгі белгісіне және үздік аттестатқа ие болған оқушыларымыздың өзі көптеп жеткілікті. Және де жалпы мен ойлаймын, оқушылар
мектеп қабырғасында 11 жыл бойы білім нәрмен сусындап, сапалы білім береміз, саналы тәрбие береміз. Соның бәрін көрсеткіші, мына түлектердің көрсеткіші арқылы айқындалып белгілі болады деп ойлаймын. Өйткені осы жылда, жыл сайын 40 жыл бойы деп айтсақ болады, жыл сайын түлектеріміз, бітіруші түлектеріміздің 70-75% мемлекеттік грант иегерлері. Барлығы әр салада қызмет етіп жатыр. Және де осындай түлектерімізге сапалы білім беріп, саналы тәрбие беріп жатқан, мынау 40 жылдан бергі алғаш мектеп құрылғаннан бастап күні бүгінге дейінгі басшылар мен ұжымның әрбір мүшелерінің адал және еңбектері, шығармашылық еңбектерінің нәтижесі деп ойлаймын. Иә, бәрекелді. Сіз директор ретінде енді түлектеріңіз осындай грант алып, беделді жоғары оқу орындарына түскен кезде қуанышты сәт болған сияқты жүрегіңізде. Енді қазір айтып отырмыз, биыл белгілі сатира сардары Шона атамызға 100 жыл толып отыр. Осы орайда мектебіңізде қандай да бір іс-шаралар болып жатыр ма? Әрине, биыл Шона Асмаханұлына 100 жыл толу мерейтойына орай жалпы қазан айынан басталды. Осы қараша айымен аяқтап отырмыз. Сатира сардары Шона тақырыбында үлкен айлық өтті. Айлық кезінде барлық оқушыларымыз Шона атамыздың өлеңдерін, әсіресе мынау ысқақ әзіл өлеңдерін жатқа айтып, жаңа бастауыш сынып оқушылары ысқақ әндерінің мазмұнына жаңағы сахналық қойылымдар қою байқау өтті. Өзіміздің жаңағы ақындарымыз бар мектепте, сол ақындарымыз, оқушыларымыз Шона атамызға арнап өздерінің өлең жолдарын арнаудан байқау өткізілді. Және кейбір ортаңғы буын оқушыларымыз Шона аталарымыздың шығармаларын бір ай бойы оқып, соның мазмұнына иллюстрациялық жаңағы сурет салу байқау конкурстары өткізілді. Және мынау республикалық балалар кітапханасымен бірге ұлтын сүйген ұлы жүрек деген тақырыпта керемет мынау әдеби сазды кеш өткізілді. Енді мынау 21 қараша күні осы жалпы Шона атамыздың барлық туындылары мен шығармашылығын насихаттау үшін мақсатында және барлық шығармаларын оқушыларымыз түгелдей оқып шығуына ықпал ету мақсатында бізде тарихи әдеби кеш өткізілді. Үлкен ауқымды іс-шарамыз. Осы кеш кезінде жаңа зиялы қауым өкілдері келді. Және де мектебіміздің ауласына Шона атамыздың 100 жылдық мерейтойына арнап Шона жеміс ағаштарын отырғызды. Түлектерімізбен жаңағы бұрынғы мектебіміздің қанша жыл еңбек сіңірген жаңағы бірнеше 7 директор еңбек сіңірді. Осы 40 жыл ішінде сол жердегі қазір мына қонаққа шақырған алғаш директорлеріміздің бірі жаңағы Қожа Ахмет Тайболатович, Бижанов Атығай Бүркітбайұлы, және өзіміздің қазақ тілінің жанашырлары, өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптеп жүрген апаларымыз, өзіміздің Қазақстанға әйгілі апаларымыз, Асылы Осман мен Аягүл Төреқызы да келіп, барлығымыз бірге сол Шона атамызға жеміс ағаштарын мектептің ауласына отырғыздық. Бұның өзінде тәрбиелік мәні зор. Және де сол кеш күні біздер Шона атамызға арнап мектептің қабырғасында Шона мұражайы ашылды. Ауқымды іс-шара жасапсыздар. Керемет. Тамаша. Енді Мейрамгүл ханым, сіз енді ұстаз ретінде қандай қағидаларды ұстанасыз? Және де директор ретінде ұстаздарға қандай талаптар қоясыз? Мен енді директор ретінде мен ойлаймын, әрбір жалпы біздің жұмысымыз мынау халықтың алдында үлкен жауапты жұмыс. Менен бастап, менің әрбір ұжымның әрбір мүшесінің алдында үлкен міндет тұр. Мемлекетіміз қойған ол балаларымызға сапалы білім беріп, саналы тәрбие беру. Осы барыста ұстаздарымыз заман талабына сай балаларымызды дайындайтын
мықты тұлға ретінде тәрбиелейтін, барлық талаптарына сай еңбек етіп, қызмет етіп жатыр. Алға қарай да сол жалғасын тапсын деген тілек білдіремін. Біз де сондай тілек білдіреміз сізге. Тек қана жетістіктеріңіз көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Енді балаларыңыздың жеңісіне қуана жүріңіздер. Біз де қуанайық. Аман болыңыз. Күніңіз сәтті өтсін. Ал қымбатты көрермен, дәл қазір біз бейнематериалға кезек береміз. Бүгін Шона Смаханұлының 100 жыл мерейтойының құрметіне арнап, гимназиямыздың ауласында Шона атамыздың мерейтой құрметіне жеміс ағаштары отырғызылды. Қандай тамаша балалар, не деген тамаша мектеп. Мынау аталарының 100 жылдығы, мектептерінің 40 жылдығы құтты болсын айналайын. Бақытты болыңдар. Нағыз елін сүйетін, жерін сүйетін кісі еді Шона аталарың. Міне сол кісінің сол қайраткерлік қасиеті сендерге жұғысты болсын. Және де гимназиямыздың қабырғасында Шона Смаханұлының мұражайы ашылды. Ұлтты сақтайтын тілі. Тілдің қандай қасиеті бар дегенде. Ол ұлттың жаны, рухының үні, ары, намысы сол тілде жатыр. Бойындағы адами асыл қасиетін тумысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан халықтың бойындағы адами асыл қасиеттерін осындай қыран болып ұшқан жандарды үлгі ете білуіміз керек. Ұрпақ содан үлгі алады, өнеге алады, өзі де сондай болуға талпынады жандар. Көз алдарын елестетіңдер. Қандай заманда біз өмір сүрдік. Қазір Құдайға шүкір, не бір керемет қазақ мектептері ашылып жатыр. Сонда жаңағы 86-шы мектепті ашқан кімдеңдерші? Кім жүрді бала жинап? Шона ағамыз жүрді. 92 жылы 42-ке қарай кірдік осы мектеп үйіне. Осы мектепте 3000 бала оқитын. 300 мұғалім дейтін осында. Ертеңгісін Абайдың бер қарай, мына жағы Рысқұловтан жоғары, шаңырақ, бәрі осы жерде оқитын. Осы басқа қазақ мектебі жоқ болатын бұл маңайда. Бәрі білімнің бәрі бастауышта басталады. Біз соны саптерок дейміз ғой, айтқанда іріктедік. Өзі кететін мұғалімдер талай кетті менің істеген кезде. Бірақ нағыз патриот, нағыз жаңа Айгүл Төрен айтқандай, анауды мынаны ойламай, барын салып, денсаулығын аямай, білімін берген біздің ұстаздар. Соны арқасынша 62 гимназия болып, Шона Смаханұлы атындағы болып, қаладан кәдімгі ойып тұрып, төбесінен орын алған мектеп бұл. Гимназия өте қиын болатын. Ол кезде эксперименттен өтетін. Өзінің критерийі де бар болатын. Соны мен қолға алып, сол кезде 62-ші қазақ орта мектебі ғой, ол кезде гимназия емес, лицей емес. Сол кезде 28 білім берушінің үздігі болды. Мен айтамын, Шонаның атын шығарған біздің коллектив ұжым. Ұжымның атын шығарған осы Шона Смаханұлы. Бүгінгі мына мектептің 40 жылдығы және Шона Смаханұлының 100 жылдығын тойлап жатқаны Мейрамгүл үлкен рахмет. Осы мектептің бәрін ұйымдастырып жасап жатқанына барлықтарыңызды құттықтаймын. Осы мейраммен мектептің 40 жылдығымен осы мектеп ұжымына тек қана жақсылық тілеймін.
үлкен табыстар тілеймін.